Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 4-ші сынып 62-ші сабақты өтеміз. Өнімділік сабағы 1-ші тапсырма мына балалардың кім болуды армандайтынына қара. Өрнектердің мәнін есепте, сонда сен қай баланың кім болғысы келетінін білетін боласың. Яғни бірінші бізде Әлия 20 мың 2-ні 3-ке көбейтеміз, 60 мың 6-ға тең болады. Демек ол 60 мың 6-ға сәйкес келетін бізде дәрігерге сәйкес келіп тұр. Демек ол дәрігер болуды армандайды. Келесі 20 мың 202-ні 3-ке көбейтеміз, демек Айна мұғалім болуды қалайды. Келесі Бауыржан бізде 2 мың 1-ге тең болды, демек ол суретші. Келесі 18 мың 9-ды 3-ке бөлетін болсақ, 6 мың 3-ке тең. Демек ол аспаз болуды қалайды. Арман аспаз. Келесі 30 мың 3-ті 3-ке бөлетін болсақ, 90 мың 909 санына тең болады көбейтсек. Демек ол полиция қызметкері. Енді келесі тапсырма есте сақта деп тұр. 18 бөлшек жасау керек. Бұл жерде 18 бөлшекті жасау керек. Шебер 6 бөлшек жасады, шәкірті 3 бөлшек жасады. 1 сағат ішінде деп тұр. 6 бөлшек жасады екен шебер, ал шәкірті 3 бөлшек жасады. Бұл жерде бізде өнімділік болып тұр. Келесі уақытта. Белгілі бір уақыт ішінде жасаған бөлшек саны жұмыс деп аталады. Жұмыс жылдамдығын өнімділік дейді. Басқа сөзбен айтқанда өнімділік ол уақыт бірлігі болып саналады. Ішінде орындалған жұмыс. Яғни уақытты Т әрпімен белгілейміз. Уақытты табу үшін бізде А-ны В-ға бөлеміз. Енді келесі шебер сағатын 6 бөлшек сағатына жасаса, демек ал шәкірті сағатына 3 бөлшек жасайтын болса, біз жұмысты А-мен белгілейміз. Яғни жұмыс тең болады уақытқа көбейтеміз. Бұл жерде өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Ал өнімділік табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз. Уақытты табу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз. Жұмысты табу үшін уақытты өнімділікке көбейтеміз. Енді осыған есептер шығарайық. Кестені қара, сұрақтарға жауап бер. Шебер бізде өнімділігі уақыты және жұмысы. Бұл жерде сұрақтарға жауап беру қажет. Шебер 15 бөлшек сағатына жасады, 8 сағатта неше бөлшек жасайды, соны табу қажет. Ол үшін жұмыс табу үшін өнімділікті уақытқа көбейтеміз, сонда 120-ға тең болады. Демек шебер 8 сағатта 120 бөлшек жасады. Демек 120 деп жазамыз. Енді келесі шебердің шәкірті белгілі жұмысының өнімділігі және уақыты ол 4 сағатта жасаса, неше бөлшек жасайды 4 сағатта, соны табу қажет. Ол үшін бізде жұмысты табу үшін жұмыс тең болады. Жерде А тең болады, оны Т-ға көбейткендегі мәнге тең болады. Сонда өнімділікті уақытқа көбейтсек, 28 бөлшекке тең болады. Шебердің шәкірті 4 сағатта 28 бөлшек жасады. Келесі тігінші қанша өнімділігі белгісіз, бірақ 3 күнде 48 көйлек жасаған. Демек өнімділікті табу үшін бізде 48-ді 3-ке бөлеміз. Жұмысты уақытқа бөлсек 16-ға тең болады. Тігінші 1 күнде 16 көйлек тікті. Енді келесі 4-ші есепте уақыты белгілі 3 күнде 96 көйлек тігетін болса, өнімділікті табу қажет. Ол үшін өнімділікті табу үшін жұмысты уақытқа бөлеміз, сонда 32-ге тең болады. Жауабы металл жонушы 1 күнде 32 бөлшек дайындады. Келесі бізде жұмыс өнімділігі белгілі 2 бет минутына, ал жұмыс 36 бетті неше минутта оқиды, соны есептеу қажет. Ол үшін біз жұмысты өнімділікке бөлеміз, сонда 18-ге тең болады. Мәтін теруші 36 бетті 18 минутта терді. Келесі жұмыс өнімділігі белгілі 25 кекс сағатына жасады, 100 кексті неше сағатта бітіреді. Ол үшін бізде уақытты табамыз. Жұмысты өнімділікке бөлетін болсақ, 4-ге тең болады. Демек аспаз 100 кексті 4 сағатта пісірді.
Келесі тапсырма есептерді шығар. А нұсқасында зауыт 14 күн ішінде әр күні бірдей мөлшерде жасай отырып 560 кір жуғыш машина дайындады. Зауыттың өнімділігі қандай? Егер оның өнімділігі 2 есе кемсе, дәл осындай мөлшердегі кір жуғыш машинені неше күнде жасайды? Демек, бұл жерде бізде 14 күнде деп уақытты айтып тұр. Ал 560 кір жуғыш машина дайындады деп тұр. Демек 560 жұмысы болып тұр. Енді өнімділікті табу қажет. Өнімділікті табу үшін бізде егер өнімділік тең жартысы, яғни 2-ге бөліп тұр, бірдей мөлшерде деп тұр. Егер оның өнімділігі 2 есе кемсе деп тұр, демек бұны 2-ге бөлеміз, өнімділікті 2-ге бөлеміз. Енді 560-ты 14-ке бөліп, біз өнімділікті есептеп аламыз. Бірінші, өнімділік 40-қа тең болады. 40 машине күніне 40 машине шығарады. Енді теңде 2 есе кемсе деп тұр, демек 2-ге бөлеміз, сонда 40-ты 2-ге бөлсек 20-ға тең болады. Енді уақытын есептейміз. Дәл осының уақытты табу үшін бізде жұмысты өнімділікке бөлеміз. Сонда 28 күнге тең болады. Демек, ол 40 машине күніне, яғни бір күнде 40 машине жасайды. Егер бізде өнімділік 2 есе кемсе, яғни 28 күнге тең болады. Яғни күннің саны да 2 есе артады. Сонда 14 күн емес, 28 күнге тең болады. Енді келесі ән нұсқасында баспаханада оқулықтарды 2 автомат мәшине орайды. Бір автомат жүктелген 120 кітапты 20 минутта орады, екінші автомат 210 кітапты 30 минутта орады. Автоматтардың қайсысы жылдамырақ жұмыс істеді? Яғни 20 минутта бірінші автомат 120 кітап, келесі 30 минутта 210 кітап. Енді қайсының өнімділігі артық, соны есептейміз. Ол үшін бізде бірінші автоматтың өнімділігін табамыз, яғни жұмысын уақытқа бөлеміз, сонда 6-ға тең болады. Келесі екіншісінің өнімділігін есептейтін болсақ, бұл демек 1 минутта 6 кітап шығарады екен бірінші автомат. Демек 6 кітап минутына шығарады бірінші автомат. Келесі бізде өнімділігін есептейтін болсақ, жұмысты уақытқа бөлеміз, 210-ды 30-ға бөлсек 7-ге тең болады. Демек 7 кітап минутына шығарады. Демек 1 минутта 7 кітап шығарады. Сонда бізде екінші автомат жылдамырақ жұмыс істейді, яғни 1 кітап артық шығарып отырады екен. Енді келесі тапсырма есепте. 16 килограмм 560 грамм бөлу 20 килограмм 560 грамм азайту 19 килограмм 640 грамм. Бұл жерде бірінші килограммды граммға айналдырып алсақ болады. Яғни 1 килограммда 1000 грамм бар. Демек 16 килограмм 560 граммыз 16560 граммға тең болады. Енді тек грамммен есептейміз. Енді жақшаның ішіндегі амал бірінші орындалады, екінші бөлу амалын орындаймыз. Сонда жақшаның ішіндегі азайту амалы 920-ға тең болады. 16560-ты 920-ға бөлсек 18 граммға тең болады. Енді келесі бірінші жақша ішіндегі азайту амалын орындаймыз. Яғни 6 центнер 5 килограммнан 78 килограммды азайтамыз. Бұл жерде 605 1 килограмм 1 центнерде 100 килограммға тең, сонда 605 килограммға тең болады. Жерде килограмм. Енді 78-ді азайтамыз, оны 300-ге көбейтіп, оған қосамыз. 4 тоннамыз килограммға айналдыратын болсақ, 1 тоннада 1000 килограммға тең. 1 тонна 1000 килограммға тең болатын болса, 4003 килограммға тең. Келесі 605 килограммнан 78-ді азайтсақ, 527 килограммға тең, 300-ге көбейтеміз. Үшінші амалда қосу амалын орындаймыз. Сонда бізде 162103 килограммға тең болады. Бұл дегеніміз 162 тонна 1 центнер 3 килограммға тең болады. Енді келесі есепте 4 сағат 5 минут көбейту 2 қосу 6 сағат 15 минут көбейту 2. Бұл жерде екеуінде де көбейту 2 тұр, сондықтан шақша сыртына шығарып жіберсек болады. 4 сағат 5 минутқа 6 сағат 15 минутты қосамыз. Сағатқа сағат қосамыз.
10 минутқа тең болады, 10 сағатқа тең болады, минуттарды қоссақ 20 минутқа тең болады. Енді 2-ге көбейтеміз. 2-ні 10 сағатқа көбейтсек 20 сағат, 2-ні 20 минутқа көбейтсек 40 минутқа тең болады. 20 сағат 40 минутқа тең болады. Сонда келесі 2 килограмм 2 километр 308 метр көбейту 20. Келесі бөлу 3, демек бұл жерде бөлу 3-ті бірінші орындаймыз. Яғни 6 километрді 3-ке бөлсек 2 километр, 90 метрді 3-ке бөлсек 30 метрға тең болады. Енді 20-ны 2 километрға және 308 метрға көбейтіп жазамыз. Енді 40 километрдан 2 километрді азайтсақ 38 километрға тең, 6160 метрдан 30 метрді азайтсақ 6130 метрға тең болады. Енді келесі тапсырма есепті шығар. Мен өскенде фермер боламын деді Арман. Оған мына есепті шығаруға көмектес. Егістік жерінің ені 250 метр, ал ұзындығы одан 150 метр артық. Егістік ауданның 5/1 бөлігіне сұлы, ал қалған бөлігіне жоңышқа егілген. Сұлыға қарағанда жоңышқа қанша квадрат метр жерге артық егілді? Демек бұл жерде бізде сұлы қанша екені белгісіз, бірақ 5/1 бөлігі деп тұр. Демек сұлыны есептейміз және жоңышқаны табу қажет. Екеуін жеке-жеке есептеп, қанша метр квадратқа артық екенін есептейміз. Сонда бірінші бізде олардың егістік жерінің ені және ұзындығы көрсетілген. Ұзындығы бізде 150 метрға артық. Демек бұл бізде 250 метр болатын болса, 250 метр қосу Б болып тұр. Сонда немесе 250 қосу Б деп алайық. Сонда бізде А-ның мәні, ал бұл Б деп алайық. Сонда бізде Б-ға 150-ді қосамыз. Демек 150 метрға артық. Мына жерде 150 метрға артық. Сонда 150 метрға 250 метрді қосақ 400 метрға тең болады. Демек бұл бізде ені белгілі болды. Бұл ұзындығы. Енді ауданын есептейміз. Яғни 400 ұзындығы мен енін көбейтеміз, сонда 100.000 метр квадратқа тең болады. Бұл бізде барлық егістіктің ауданы. Енді қанша квадрат метрға сұлы егілген, оны табу үшін бізде 5-ке бөлеміз сол квадрат метрді, өйткені 5/1 бөлігіне, яғни 1, 2, 3, 4, 5, соның 1 бөлігіне сұлы егілген. Сұлыны есептейміз, сонда 20.000 метр квадратқа тең болады сұлы. Келесі жоңышқаның ауданы бізде барлығының ауданынан сұлының ауданын, яғни бұл бізде 4 бөліге, бұл жоңышқа болып тұр. Жоңышқаныкі 20.000 метр квадратты азайтсақ 80.000 метр квадратқа тең болады. Сұлыға қарағанда жоңышқа 4 есе артық егілген екен. Оны біз қайдан білдік? Яғни 80.000 метр квадратты бөлдік 20.000 метр квадратқа. Сонда 4-ке тең болды. Енді келесі тапсырма. Әр баған бойынша бірінші өрнектің жауабын пайдалан және есепте. 3 көбейту 300 900-ге тең болады. 3-ті 301-ге көбейтеміз, яғни 301-ді 300 қосу 1 деп жіктеп жазсақ болады. Сонда 3-ті 300-ге көбейтсек 900-ге тең, 3-ті 1-ге көбейтсек 3-ке тең. Сонда 900-ге 3-ті қосамыз, 900 3-ке тең болады. Келесі 3 көбейту 299. 299-ды 300 азайту 1 деп аламыз. Енді 900-ден 3-ті азайтсақ 897 санына тең болады. Келесі бағанды есептейміз. 5 көбейту 400 20.000-ға тең болады. 400 біз 1-ді 400 қосу 1 деп аламыз. Әр қайсы қосылғыштарды 5-ке көбейтіп қосатын болсақ 2000 5-ке тең болады. Келесі 5 көбейту 399. 399-ды 400 азайту 1 деп аламыз. Енді азайтқыштарды бізде 5-ке көбейтеміз. Көбейтіп азайтатын болсақ 1995-ге тең болады. Келесі баған 2 көбейту 600 1200-ге тең болады. 601-ді 600 қосу 1 деп көбейтіп қосатын болсақ 1202 санына тең болады. Келесі 599 600 азайту 1 деп аламыз. Енді көбейтіп азайтатын болсақ
1198-ге тең болады. Келесі 4-ті 250-ге көбейтеміз. 1000-ға тең. 251-ді 250 қосу 1 деп жасап қосатын болсақ, 1004-ге тең болады. Келесі 249. 249-данан 250 азайту 1 деп 4-ке көбейтіп азайтатын болсақ, 996 санына тең болады. Енді келесі тапсырма кестені пайдаланып тура теңсіздіктер құр. Бұл жерде 1325-ті 5-ке бөлеміз, 265-ке тең, ал келесі 246-ны 45-ке көбейтеміз, 13320 санына тең болады. Екеуін салыстыратын болсақ, бізде 13320 саны үлкен болады. Келесі 42525-ке 23045-ті қосамыз, 65570-ге тең болады. 333-ті 2-ке көбейтсек, 660-ға тең. Бұл жерде бізде сол жағындағы мән үлкен болады. Енді келесі бізде мына жерде 96. Келесі 10.000-нан 2783-ті азайтсақ, 7217-ге тең. 10650-ге қосамыз, 11587-ні 22237 саны үлкен болады. Яғни бұл үлкен болады. Келесі 5268-ді 32-ге көбейтеміз, және 1208-ді 48-ге көбейтсек болады. 54360 санына тең болады бұл жерде. Енді келесі тапсырма ойлан және жауап бер. 3 ағайындының мамандығы сәулетші, электрик және жүргізуші. Арман сәулетші, Бауыржан сәулетші емес, Ерлан жүргізуші емес. Осы 3 пікірдің біреуі ғана дұрыс деп тұр. Біреуі ғана дұрыс. Ерланның сәулетші болуы мүмкін бе? Жоқ, Ерланның сәулетші болуы мүмкін емес, себебі 3 пікірдің біреуі ғана дұрыс болып тұр. Яғни Арман сәулетші дегені Бауыржан сәулетші емес, Ерлан жүргізуші емес. Бұл жерде дұрыс пікір жүргізуші емес, яғни Ерлан жүргізуші емес, дұрыс пікір. Ол сәулетші болатын болса, Арман бізде жалған пікір болу қажет. Өйткені ол егер дұрыс айтқан болатын болса, сәулетші емес, Бауыржан болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл екі пікірде дұрысқа саналып қалатын еді. Егер Бауыржанды біз сәулетші емес деп қабылдайтын, дұрыс деп айтатын болсақ, ол демек Арман да сәулетші, Бауыржан да сәулетші болып қалады. Сондықтан бұл бізде жалған пікір болып саналады екеуі де. Тек қана Ерландікі жүргізуші емес болады. Яғни жүргізуші емес болса, демек Арман жүргізуші, өйткені ол сәулетші дегені өтірік болатын болса, жүргізуші болады. Ал Бауыржан сәулетші емес, оныкі де жалған пікір болып тұр. Яғни Бауыржан да бізде мына жерде сәулетшіні архитектор немесе сәулетші деп жазайық. Сәулетші. Өйткені сәулетші емес дегені бізде ол сәулетші, яғни жалған сәулетші емес, сәулетші болып тұр. Жалған пікірге саналып тұр, яғни дұрысы сәулетші болады. Енді келесі тапсырма есептің шешуін өрнек түрінде жаз. А нұсқасында Әлия 1 минутта 100 сөз оқиды, ол жарты сағатта қанша сөз оқиды? Жұмыс өнімділігі белгілі, уақыты белгілі, жұмысты табу қажет. Яғни 30 минутта неше жұмыс істейтіндігін табу қажет. 1 минутта 100 сөз оқиды. Енді сонда жұмысты есептейтін болсақ, өнімділікті уақытқа көбейтеміз, 3000 сөзге тең болады. Әлия жарты сағатта 3000 сөз оқиды. Келесі нұсқасында шебер 1 сағатта 25 бөлшек жасайды. Егер 200 бөлшек жасаған болса, онда ол қанша уақыт жұмыс істеген? Бұл жерде 25 бөлшек 1 сағатта 25 бөлшек жасайды. Енді жұмысы 200 бөлшек қанша уақытта жасайды? Ол үшін уақытты есептеу үшін жұмысты өнімділікке бөлеміз, сонда 8 сағатқа тең болады. Жауабы шебер 8 сағат жұмыс жасаған. Келесі
Б нұсқасында шебердің шәкірті 4 сағат жұмыс істеп 48 бөлшек жасады. Ол қандай өнімділікпен жұмыс істеді? Яғни өнімділікті табу қажет. 1 сағаттың ішінде неше бөлшек шығаратынын. 4 сағатта 48 бөлшек болатын болса, 48-ді 4-ке бөлеміз, сонда 12 бөлшек сағатына жасаған. Жауабы шебердің шәкіртінің өнімділігі 12 бөлшек сағатына. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.